Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін дәмді тағамдардың бірі жаппасай немесе еріншектің мантысын даярлайтын боламыз. Еріншектің мантысы деуімнің себебі біз оны манты секілді түймейміз. Оның наны мен салмасын даярлаймыз. Оны жейтін адам нанына салмасын салып орап жейді. Бұл тағамды бір рет жасайтын болсаңыз, сізге ұнары сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге даярлаңыздар. Алдымен тағамның нанын елеп, оны тындырып қоямыз. 300 грамм ұнға 1 шай қасық тұз, 1 дана жұмыртқаны қосып, шамамен 120 мл жылы сумен қамырлейміз. Қамырдың консистенциясы тығыз болуы тиіс, шамамен пельменге немесе мантыға илегендей болуы керек. Иленген қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырды бастырып елеп, тағы да бетін жауып қалдырамыз. 450 грамм етті майдалап тураймыз. 1 дана пиязды майдалап 4 бұрышты етіп тураймыз. 1 дана сәбізді ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. 900 грамм тазаланған картопты да 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз. Мантыға тураған секілді тураймыз. Қызып тұрған майға пиязды салып, сарғайғанға дейін қуырамыз. Пияз сарғайған уақытта еттің барлығын саламыз. Негізінен бұл тағамды қазанға әзірлеген дұрыс. Етке 1 ас қасық томатный паста қосамыз, барлығын жақсылап араластырып, қазанның бетін жауып, шамамен 30 минут көлемінде етті бұқтырамыз. Ал ет пісіп жатқан уақытта біз қамырымызды жайып даярлап аламыз. Қамырды бешбармаққа жайған секілді өте жұқа етіп жаямыз. Жаюға ыңғайлы болу үшін мен қамырды 2 бөлікке бөліп алдым, кезектестіріп отырып екеуін жайып алдым. Жайылған қамырдың бетіне күнбағыс майын құйып, оны қолымызбен жұқа етіп жайып шығамыз. Майланған қамырды видеода көрсетілгендей етіп, ірі 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Еттің суы тартылып қуырыла бастаған уақытта біз оған сәбізді қосамыз. Жақсылап араластырып, тағы да шамамен 10 минут көлемінде қуырамыз. Соңында туралған картоптың барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Тағамға татымына қарай қара бұрыш, тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Соңында 100 мл су құйып, газдың отын баяу етіп қоямыз. Даярлап алған 4 бұрышты қамырды осы картоптың бетіне орналастырамыз. Қамырдың майланған бетін төңкеріп орналастырамыз, яғни картопқа қарай орналастырамыз. Қамыр жақсылап майланғандықтан ол бір-бірінің үстіне орналастырған уақытымызда ол ешқандай бір-біріне жабыспайды. Қамырдың барлығын орналастырып болғаннан соң қазанның бетін жауып, өте баяу отта шамамен 30-35 минут көлемінде пісіреміз. Осымен біздің ерекше әрі өте дәмді тағамымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап, жақындарыңызды дәмді аспен қуантыңыздар. Ал мен сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі топтар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.